Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Есімім Дулмұрат болады. Мен бүгінгі сабақта, бүгінгі роликте математикадан аудандық олимпиадасы 9 сыныптар үшін келген 2012-2013 оқу жылында келген мына бір есепті талдап берейін деп отырмын. Кез келген натурал n үшін 1 көбейту 1 факториал плюс 2 көбейту 2 факториал плюс сол нәрсе n көбейту n факториалға дейін жалғасса, мына теңдік орынды екенін көрсетіңіз дейді. n плюс 1 факториал минус 1 теңдігі дұрыс екенін көрсетуіміз керек. k факториал дегеніміз 1 көбейту 2 көбейту 3 сол сияқты k-ға дейін жалғасады. Енді бұл есепті 2 түрлі жолмен талдап көрсетем. Одан алдын факториал туралы шамалы мәлімет беріп кетейін. 0 факториалды 1 деп қабылдаған, 1 факториалымыз 1-ге тең, 2 факториал дегеніміз 1 көбейту 2-ге, 3 факториалымыз 6-ға тең, 4 факториал дегеніміз мысалы 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4, яғни 24-ге тең. Мына формуланы пайдаланамыз. n-1 факториал дегеніміз, n факториал дегеніміз n-1 факториал көбейту n. Енді бұл есепті мен бірінші әдіс, мына әдіспен талдап көрсейін. Бірінші тәсіліміз 1-нің орнына 2-1-ді қояйық. Мысалы 2-нің орнына 3-1-ді қояйық. n-нің орнына n плюс 1 минус 1-ді. Бұлай қарағанда 2-дің 1-ді азайтсақ, бәрі 1 шығады. Енді біз осы жерде жақшаны ашсақ, яғни көбейтін орындасақ, 2 көбейту 1 факториалымыз, минус 1 көбейту 1 факториалымыз, осылай жазайық. Өрнекті 3 көбейту 2 факториал, минус 2 көбейту 2 факториал, сол n факториалға дейін жалғасады, соңғысы n факториал. Енді бұл жерде мұқият қарайтын болсақ, жойылатын сандар бар. Мысалы 2 көбейту 1 факториалымыз, ол 1 көбейту 2 факториалға тең, дұрыс па? Мысалы 3 көбейту 2 факториал дегеніміз 3 факториалға тең. Яғни бұл мен бұл. Дәл сол келесі мен келесі жалғасып отырады. Мысалы n көбейту n-1 факториалымыз, ол n факториалға тең. Дұрыс па? Осы мен осы жойылады. Бірінші мүше мен соңғы мүше қалды. Енді n плюс 1 көбейту n факториал дегеніміз, ол шамалы түрлендіріп, мысалы n плюс 1 факториал деп жазуға болады. Мына минус 1 көбейту 1 факториалымыз 1-ге тең. Яғни теңдікті дәлелдеп бердік. Екінші қарапайым әдіс тағы. Бұл математикалық олимпиадада екінші тәсіліміз. Математикалық олимпиадада көп қолданылатын тәсілдердің бірі математикалық индукция әдісін пайдаланайық қазір есепте. Мысалы n тең 1 болса, 1 көбейту 1 факториал тең 2 факториал минус 1. Яғни математикалық индукция әдіспен біраз есепті дәлелдеп тастауға болады. Так, 2 үшін, мысалы, теңдік 5 тең 5 орындалып тұр. Мысалы, n-нің орнына 2-ні қойсақ 3 факториал минус 1. 3 факториалымыз 6-ға тең, одан 1-ді азайсақ 5. Енді n тең k үшін орындалады деп есептейік, және k плюс 1 үшін де орындалатын дәлелдеп берейік. K үшін орынды деп есептейік, осы теңдіктің орынды деп есептейік. Енді K плюс 1 үшін, яғни мына жерге K плюс 1 көбейту K плюс 1 факториалды қостық. N-нің орнына K плюс 1-ді қойсақ, K плюс 2 болады уже. K плюс 2 факториал минус 1 болады. K плюс 2 факториал минус 1 орынды. Енді мына нәрсені пайдаланайық. K факториалға дейін болған қосынды K плюс 1-дің факториалы минус 1-ді қоятын болсақ, яғни бізде осындай өрнек шығады. Бұл жерде K плюс 1 факториал мен мына K плюс 1 факториал екеуіні жақша сыртына шығарып көбейткіштерге жіктейік. Сол кезде бізде мынандай нәрсе пайда болады. K плюс 1 факториал, жақша ішінде мынаның орнында 1 қалды, мынаның орнына K плюс 1. Енді бұны тағы бір түрлендіреді. Бұл жерде 1 мен 1-ді қоссақ K плюс 2 шығады. Минус 1-ді мына жерге жаздым. Енді K плюс ондай болса, мына тұрған өрнегіміз K плюс 2 факториал минус 1-ге тең, яғни теңдік орынды екенін дәлелдедік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетіңіз.